Соны айтам, көріп қойдыңыз ба? Көз қуарым енді үйді көріп білім. Ой, сізден тауып отырсақ. Әйтпесе үндемеге не қылып келдім қайта қуанып қалдым. Бірақ мына мынаны тұр ғой, қуанып қалмаймын енді ұрсып қала ма деп ойлаймын та. Көбіне осылардың біреумен бірді істемедім дейді, не қылмадым дейді. Тамды погрузчикпен алып келдік қой, ойбай. Иә, оны білдік. Жоқ, жаңа Машинамен тартып әкелдік қой. несі әдемі болды ма? Бірақ жарылғанша. Әдемі. Жарылмаса ба. Енді қайтамын қиядық. Кім қойды ма жарып қойды. Әкелдік қой мені тұр ғой үйіміз. Жоқ, кім қойды оны жарып үшін? Жарылмайды. Үстіне шипір салып қойдық. Iyi ғой. 3 машина әкелді ғой. Сонан немене қылдық шу. Соны енді жаңа сол бәрін не қылып енді мен ғана отырып не қылайын. Не қылды? Сон маған айтып күтіп жүріп қоймай сөйтті. Ол біз не істеп жүрген жоқпын әкейін. Онда да сеніп жүрген жоқпын. Әкейін барып біріңізден не қылайын да. Сосын деп жатайын үйге барып бара қарап деп отырды. Сол келіп жатып Ибай, масқарам оқымай. Деппін. Жатқанмын деп. Үй көшіп келді ма? Көтек, мынау не бар десем. Ойбай, көріп көрдік бар еді. Ибай, соғында да сенбедім. Сол күйше, міне бұсын аштым да, келіп қалады деп, бұдан да, жауып қойды да қастым былай қарай. Ана өзім мені жіберіп тұқты ғой деймін. Шибалердің есігін ашамай қорқып жүр. Бөлмесіне кіруге қорқып жүр. Мыналардың бөлмесі ойбай деп. Есігін ашып жауып жүр. Сосын сөйтіп өзім барып, қайта не қылдым? Қайта онды қатты уайымдайтын, мен анауды қайта бұндай фундаментпен керек деп ойлаған жоқпын ғой мен. Фундаментімен әкелдік қой. Сөйттім қайта. Фундаментімен әкелдік қой.